Арқада арқарлар саны көбейді. Қазір Қарағанды облысының аумағында барлығы 6000-нан астам арқар болса, соның 75%-ы Қарқаралы өлкесін мекендейді. Жануарлар дүниесін қорғау мекемесі қызметкерлерінің айтуынша, соңғы 3 жылда олардың саны 9% өскен. Бұл Қызыл кітапқа енген кербез жануарды қызғыштай қорғаудың нәтижесі дейді мамандар. Аймақта браконьерлер саны да анағұрлым азайған. Жалпы қазіргі күні Қарқаралы тауының бөктерінде аңдардың 100-ге жуық түрі бар. Соның ішінде сирек кездесетін жабайы жануарлардың 19 түрі ерекше қорғалады. Арқарлардан тыс бұл өлкеде елік пен марал, сілеусін, қасқыр мен қырдың, қызыл түлкісі және қояндар жиі кездеседі. Арқарларды қорғау жұмыстары жыл 12 ай бойында үздіксіз жүргізіледі. Арқарға аңшылық жасау Қазақстанда заңмен қатаң тыйым салынған. Арқар ату фактілері тіркелген жағдайда табиғатқа келетін шығынның көлемі 1500 айлық есептік көрсеткіш ретінде есептелінеді. Үнемі қорғау жұмыстарының нәтижесінде арқарлардың саны жылдан жылға көбейіп келе жатыр.